Ана қараңдар достар, көріңдер ма, ана походу Шректің үйі сияқты. Кім шақырады? Ассалаумағалейкум. Қайсы бала? Мамаларың қайда? Ема. Несіне мамалардың адамы екен жейді? Сол түнде дайындауында. Походу, ана Шректің әйелі бар, ал Шректің әйелі подвалда. Адамын екен жейміз бүгін. Қайдағы адам еді? Қайтама! Өлтірмеңдер мені. Өлтірмеңдер, жемеңдер мені. Осел, Шректің баласы. Сендер ме жемейсіңдер ма? Сен ме жемейсің ба? Шректің өзі қайда? Блин, Шректің өзі қайда? Туалет кетіп қалды? Блин, сендер қалай вообще Шрекпен мынаумен өмір сүресіңдер, ана Шрекпен? Сен баласың ғой, қалай вообще өмір сүріп жүрсің? Ана злой ғой, кәдімгі сендер жақтырмайды. Ұрса береді ғой сендерге. Ұрмай ма екен сендерді вообще? Жаңа естіп қалдым, подвалда Фиона дейтін біреу бар, әйелі ғой. Мен сенімен дос болғым келеді. Дос болғым келеді? Дос болып алғамыз, а? Сел, папамыз бізге ұрсады ғой. Ұрыспайды шығар, ұрыспайды. Ұрсады. Хотя бы. Асел, давай дос болайық. Папама айтып қоям. Біреу келеді анаяқта. Айтпашы, пожалуйста. Шректің баласы Дорфин ба, кім еді? Пожалуйста, айтпай тұратшы, Давай, бірге қазір қашамыз, Ойбай. Не істеп жүрсіңдер? Ана оянды ма, әлде ұйықтап жатыр ма? Ұйықтап. Ой, Дорфин балам, жарайсың сен. Красавчиксің, әкеш болды. Асел! Не істедің анан? Ұйықтаттың ба, дәрі бердің ба? Не қорқып тұрсың? Ұрдың ба оны? Жоқ. Неге ұрмайсың? Ұрайын ба? Ұр! Ұрма. Аселді, болды. Кейісі ұрын керек, болды. Асел. Ойна ба. Асел. Айтайын. Сені қарақ қой дедім ана бала. Осылай. Анаумен неге ойнайсың мен баламен? Мен баламен сөйлеспе. Болма Асел. Мен туалетте боламын, давай. Кет, мен балам далада ойнайды. Сенімен сөйлеспейсің бұл. Асел, ана сен кәдімгі жақтырмайды ғой. Сен қалай ананы айтқандығына жүрсе, вообще кім болып келесің анаған? Кім болып келесің? Ит сияқты? Жұмсай бере ма сені? Баласына дым ұрыспайды, дым жұмсамайды. Сен кәдімгі анда ит болып жүрсің, сонда? Не істейміз? Мне кажется, бірге дос болып алайық, екеуміз кәдімгі родной болып кетейік та қашып кету керек сияқты мына жерден. Ол қазір туалетте бізге жоспар құрастыру керек. Мен, видеосы жүрмін Шректің. Мен бұйырсам бәрін, барлық материалдарды полицияшыларға тапсыртсайым. Мына жерде сені, ана баласын бәрін эксплуатация жасап жүр, балалардың еңбектерін қолданып жүр деп айтам. Давай ма? Қашып кетейік енді бірінші. Бізге план құру керек, қашып енді шайып тұрсын. Ма сен кәдімгі не істемектен ма еші? Сонда Шрек сені жақсы көрмейді, ана өз баласын кәдімгі бүгіліп сүйеді. Бірінші баласы қайда? Баласы менімен пока достаспайды сияқты. Ана қара. Ана футбол ойнап жүр ғой. Мәзін соншалық қорқып қалғансың ба не одан? Асел, сол жақын. Сен жақын. Достар, мен де далаға шығып кетем қазір. Мен де тез далаға шығып кету керек. Ана ойлаға айдайды басқа. Оянбадың әлі? Оянса давай, соғым дайында. Соғым? Мамаларым қарны ашты. Кешегі Фиона. Красавчик болсалды ма? Асел, бол, давай, доғып қыз. Дайын ба соғымға? Қалай, еті жақсы ма? Тексердің ба? Сезмеді ма не? Сармена қашып кетем. Қарап тұрсың, қайда? Ажаққа қарап тұрсың ба? Мына жаққа қарап тұрсың ба? Біреу бар ма не мына жерде? Қай қарап тұрсың қайда? Бергеш, Асел, бергеш тез. Мені қалай көрсін?
Дайында анау. Анау баланы дайында. Ема. Шарик баласы. Пожалуйста, успокой, кетейікші. Кетші, ақырын, пожалуйста. Ой. Ойбай. Асыл, не қарармысың? Қашып кетті ғой. Кешіріңіз. Құлағым. Кешіріңіз. Айбай. Жүре, не ішіп кеттің? Несі қонақсың ғой, жат, демал. Қонақпын ба немен? Қонақсың ғой. Мен жек қоясыз. Бар. Ё-моё. Асел. Асыл, неге мынаны қарамайсың? Қашып кетті ғой. Неге қарамайсың? Оправдание бар ма айтатын? Ай, Асел! Неге оны қолданып жүрсіз, Аселді? Ол қолағым шығып қалды ғой, не істеп жатсың? Қазір ұрып тастаймын вообще, түсіндіңіз ба? Полицияға бәрін тапсырып тастаймын. Сіз деген балалардың еңбегін қолданасыз. Асел, Айсұлтанның да еңбегін қолданасыз. Кім Айсұлтан деген? Ойбай. Ол Долфин. Долфиннің да еңбегін қолданып Сен жүрсіз. мазақтадың ма бұл? Жоқ. Мазақтамадың ма? Сен не қорғап тұрсың ба немен? Ойбай, Долфин, біз доспыз ғой, Долфин. Мен Асел кім айтты мен ұрады деп оны? Жақсы бала. Өтірік айтпа. Айтшы Долфин. Долфин сінесіз? Жоқ, айтшы Долфин. Иә. Мен ұрмаймын ғой. Иә. Айтшы. Ұрады дедім ғой. Ұрмайды. Айтшы, Асел, айтшы, нормально ғой. Сол ұрады ғой сені. Негізі сен атың кім? Асыл. Жоқ, негізі шын атың кім? Сен атың Асел ма? Асыл. Негізі аты Аслипур, Асел дейміз қысқарып. Пәсе Аслипур. Мен Шрек. Мультфильм көрмедің ба? Сондай бізге арналған мультфильм бар. Мен балам, Асел, бәріміз мультфильм персонаждарымыз ғой. Біреу бар еді ғой, Фиона деген. Я подвалға ғой қазір. Ой, блин. Неге айтып қойдың? Асел, неге айтып қоясың? Айтқан жоқ. Тоқ, жүрдіңдер. Көз ашып көрейін. Көз атып қойдың ғой. Көз атып білген жоқпын, шын айтамын. Көз атып білген жоқ, вообще дым білмеймін мен. Асел саған не бір тиісті ма не бұл? Жоқ. Мен бұл туралы. Подвал ашып көреміз. Кім туралы? Екеуі дос. Че доса соған ба не? Долфин. Неге ұрмадың онда? Ұрдым. Жарайды онда бүйтейік. Қазір менің балам, болашақ менің ізбасарым, Шрек номер 2. Осы баламды төлесесіңдер екеуің. Осыны жеңсең мен сені шығарам, жарайды. Ауытып қалатын болсаң баламнан. Онда болды, сені кешкі асқа жейміз. Давай ма? Давай. Кайф ба! Балам мен. Неге онда мынаны тоже жақтамайсыз ғалымды? Давай балам, кеттік. Шығасың ба? Мен баламмен. Есімі мұқты. Номер 3-ші атаман. Есімі номер 3-ші атаман мектепте, е? Мектепте нешінші атамансың балам? Бірінші дейді? 3 деген жоқсың ба не? 3 адам ғой? Иә, үш. 3-ші атаман, 3 баланың ішінде. Сонда сен бірінші атамансың ғой, екінші атаман, сен үшінші атаман. Жоқ, бұл мектебімде 3 бала оқиды. А. Давай, кеттік ал. Давай, жігіт, балам, давай. Давай, мен ұстап тұршы. Давай. Төлесіңдер ал жігітше, давай, ертінші. Айттым ғой мен балам мықты төлесек деп, а? Давай, хорош, давай, алты. Жерге кімді бірінші қалатады, сол ұтылады. Кім жерге қойды, сол ұтылады. Давай, балам, давай. Балам, давай, балам. Балам, давай. Все, кет. Болды, ұтылдың ғой, болды. Қалдың ғой. Все, ұттық қоярыз, Асел, жеркетке үйге алып қойымыз. Асел, қаш, Асел, тез үйге. Шық. Болсайшы. Қайдасың, Асел, тупой. Қаш, кетіңер, Асел. Ема. Амыға, амал. Ема. Болды. Біз қашып құтылдық. Ема. Достар, біз Шректің үйіне барды алдыңғы бөлімде. Қазір, то есть мен бардым тек. Енді қазір Асел, Аслипур деген баланы құтқарып алдым. Шрек деген қинаған ғой бұны. Что там, не істейміз енді, полицияға барамыз, а?
жүр кеттік. Достар, осындай видео шықты. Енді 600 лайк жинап кеттіңдер. Осындай 600 лайк жинасаңдар, осындай қызықты видеолар көп шығады. Келесіде басқа да персонаждардың үйлерін іздейтін боламыз. Да? Все, давай.